Қазақстандық Каспи бокстағы жарқын проспектілердің бірі Жәнібек Әлімханұлыдан жақсы жаңалық жетті. Ол алған жарақатынан айығып, алдағы күндері Американы бетке алады. Естеріңізде болса, Әлімханұлы жыл басында Америкаға барған болатын, бірақ ол жақта көп тұрақтай алмады. Боксшы жаттығу жұмыстарының бірінде жарақат алып, мәжбүрлі үзіліс алуға тура келген еді. Енді ол елде болып ем-дом қабылдап, қайтадан ұрысқа дайын. Айдан аса әлеуметтік желілерде тыныштық орнатқан Қазақстайл кеше ғана жақында деген жазба қалдырды. Бұл оның бүгін ертең кездесу өткізетіндігін білдірмейді. Біріншіден ол ақшасады. Сосын өзінің бапкері Бади Магетпен жаттығу жұмыстарын жандандырады. Ал бұл аралықта оған қарсылас іздестірілу басталып кетті. Алла сәтін салса, Жәнібекті біз мамыр айында кезекті рет рингте көріп қаламыз деп отырмыз. Соңғы рет ол өткен жылдың қазан айында бокстасып Гонсало Корияны бруталды нокаутқа жіберген болатын. Топ-ранг бұл нокаутты жылдың үздік нокауттарының біріне бағалаған еді. Сосын ол 27 ақпан күні Алматыда өтетін бокс кешіне қатысады деген ақпарат шыққан. Десе де оның елде бокстасуына Жәнібектің жанкүйерлері қатты қуана қойған жоқ. Өйткені оны фанаттар Америкада жүріп профи боксшының бағындырғанын қалайды. Рейтингтер бойынша трансұлттық бокс кеңесі өз рейтингтерін жариялады. Әзірге олар ұсынған әр салмақтың үздік ондықтарының арасында қазақстандықтардан бір ғана боксшы бар. Ол Геннадий Головкин. Орта салмақтан наурызға белгіленген рейтингте Геннадий Головкин көш бастады. IBF және IBO бойынша әлем чемпионы американдық Джермал Чарлоның алдын ораған еді. Үшінші сатыға олар Дмитрий Андрадені қойыпты, ал төртінші сатыда Сергей Деревянченко тұр. Бестікті жапониялық Риота Мурата түйіндеуде. Естеріңізге салайық, бұл салмақта Жәнібек Әлімханұлы мен Мейірім Нұрсұлтанов та бар, бірақ олар әзірге үздіктер қатарында кірмеуде. Ал Канелоға келетін болсақ, әзірге мексикалық супер орта салмаққа ауысып кеткен болатын. Сондықтан ол орта салмақтың рейтингінде жоқ. Ал 20 наурыз күні Мәскеуде жартылай ауыр салмақтағы WBC және IBF бойынша әлем чемпионы Артур Бетербиев Адам Дайнеске қарсы кездесу өтеді. Осы бокс кешінің андеркартында жеңіліс көрмеген қазақ профи Бектас Қасенай өзінің кезекті кездесуін өткізеді. Бектастың қарсыласы тәжік боксшысы Бахадур Османов болмақ. 61-2 келі салмақта өтетін сын 6 раундқа жоспарлануда. Бектас Қасенай бұған дейін профи рингте 4 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Бір кездесуін нокаутпен аяқтаған. Біз жеңіл салмақтағы боксшымызға алдағысында сәттілік тілейтін боламыз. Ал бүгін елімізде қарқын алып келе жатқан жауынгерлік лига Октагонның 17-ші номерлік турнирі өтеді. Алматыда өтетін жекпе-жек кешінде 13 жұп өзара бақ сынасатын болады. Ал кештің басында Октагон лигасының жартылай ауыр салмақтағы чемпиондық белбеуі сарапқа салынады. Бұл сында ақтаулық жауынгер Айболат Мұратұлы мен алматылық Карим Рузбакиевтер өнер көрсетіп, лиганың чемпионы атану үшін ашық айқас өткізбек. Ал кештің екінші деңгейлі турнирінде Ұлан Тамғабаев Октагонға оралады. Бұл оның былтырғы жылдың қарашасында Нұрбек Абдрахмановпен болған айқасынан кейінгі бірінші рет кездесу болмақ. Естеріңізде болса, солсын өте талас жағдайда аяқталған болатын. Көрермендердің пікірінше Тамғабаевтың жеңісімен аяқталған сында NFC чемпиондық белбеуін төрешілер Нұрбекке беріп жіберген еді. Ұланың бұл жолғы қарсыласы өзбекстандық Абдул Азиз Сотволдиев болмақ. Сондай-ақ Қазақстанда танымал жауынгерлердің бірі Алтынбек Магаздың да сыны осы кеш аясында өтеді. Ол қырғыз бауырларымыздың өкілі Арген Маликовпен жұдырықтаспақ. Жарыс болардан бір күн бұрын көз арбасу рәсімі өтті. Кездесулерді қазақстандық жанкүйерлер Сетанты Қазақстан телеарнасының тікелей эфирінен кешкі сағат 18:00-де көре алады. Қызықты сындарды жіберіп алмаңыздар. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Осы бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.